إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Allah subhanahu wa ta'alaға шексіз мадақтар болсын. Осындай бір жерде, осындай бір Аллахтың мұбарак түндерінде бас қосып жақсылыққа жиналып тұрған екеніміз. Аллах subhanahu wa ta'ala осы күндерімізге де, түндерімізге де Аллах өз жағынан мейірімділігі мен берекесін берсін. Ең бірінші сабақтан бұрын әр біріміз өзімізге де жалпы бауырларға да ескертуімізге қажет болған нәрсе осы біз онда тұрған күндер, түндер Рамазан айы. Наби саллаллаху алейхи уассалам осы Рамазан айы келген уақытында сахабаларға шығып «Қад жаакум шахру Рамазан, шахру мубарак, сендерге Рамазан айы кіріп келді. Бұл ай Аллах субханаху ва таала жағынан берекелі етілген ай» дейді. Аллах субханаху ва таала бұл айда жәннаттың, Аллах субханаху ва таала бұл айдың оразасын сендерге парыз етті дейді. Жәннаттың есіктерін ашып, тозақтың есіктерін жауып, ол күндерде шайтандарды өзі кісендеп қойды. Онда бір түн бар, сол түннің жақсылығына жету, кімде-кім сол түннің жақсылығынан құры қалатын болса, бүткіл жақсылықтардан құры қалыпты дейді. Осы хадис бірнеше реттен ескертілген, бірақ Аллах субханаху ва таала Құр'анда айтқандай «Фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин». Ескерт, себебі ескерту момындарға ардайым пайдалы болып келеді дейді. Негізінде біз дінде ардайымда жаңа мәліметте бола бермесек те, біз дінімізді мәліметін жаңалап тұруымыз керек. Өзімізде қанша нәрселер бар, білмейміз. Және қанша нәрселер бар, білеміз, бірақ ұмытып қойғанбыз. Қанша нәрселер бар, білеміз, ұмытамыз, бірақ білеміз және ұмытқан жоқпыз, бірақ есімізде болса да кейбір уақыттарда ескертуге қажетті болып тұрамыз. Себебі иманымыз әлсіз болып қалған жағдайлары болады, көңіл бөлмей қалған жағдайларымыз болады. Ардайымда осындай бір ескертуге мұқтаж болып тұрамыз. Сол үшін де Наби саллаллаху алейхи уассалам осы хадисте сахабаларға осындай бір берекелі ай кіріп келгенін ескертеді. Бұны барлығымыз білеміз, бірақ бұл төбеде айтылғанда ескертуге қажет. Бұл айдың берекелі екені біріншіден айтып жатыр Аллах субханаху ва таала онда бұл айдың оразасын парыз етті. Ораза парыз етілгеннің негізге оның артынан тұратын мақсат, Аллах Құр'анда сендерге бұрынғыларға парыз етілгендей ораза сендерге де парыз етілді. «Ләаллакум таттақун», соменен сендер тақуалы боласыңдар. Яғни Аллах субханаху ва тааланың тақуасына жету, ол дегені жақсылықты істеу, жамандықтан тыйылу. Бұл ораза сол істің үлкен жолы. Жақсылықты істеу және жамандықтан сақтануға болған ең үлкен себеп бұл ораза. Себебі пенде әдетте басқа айларда, жылдың 11 айының барлығында пенде сақтану керек болған нәрсе Аллах арам қылған нәрселер. Сақтану керек болған нәрсе пенде үшін Аллах жағынан арам қылынған нәрселер. Бірақ мына айда
момын пенде әдетте адал болған нәрселерден де тыйылуды үйренеді. Тек қана арам қылынған нәрселер емес, бәлкім әдетте оған адал болған нәрселер бар. Табиғи суретінде жеу, ішу сияқты. Солай ма? Әдетте жаратылыс табиғаты бойынша оған адал етілген нәрселердің өзі де оразада оған арам қылынды. Момын соншалық дәрежеде дайындық тәрбиеге кіреді, себебі ол тек қана арам нәрселерден емес, бәлкім шариғатта рұқсат етіліп, оған табиғи суретінде рұқсат етілген нәрсенің өзінен де тыйылуға үйренген момын сөзсіз Рамазаннан басқа уақытта Аллах шынайы арам қылған өмірде жолығып тұратын амалдардан сақтануы ол үшін сөзсіз жеңілірек болады. Сол үшін де Аллах субханаху ва тағала бұл оразаны момындарға парыз етті. Бірақ Аллах субханаху ва тағала бұл айдың оразасын парыз етуменен бірге момындарға үлкен жақсылықтарды берді. Солардың бірі не деді? Аллах субханаху ва тағала сол күндерде жәннаттың есіктерін ашып қойды. Тозақтың есіктерін жауып қойды. Не дегені ол десе ғалымдар айтады, сол күнде жаннатқа жетуге, сол күндерде, оразаның күндерінде және түндерінде жаннатқа жету мүмкін болған амалдардың қаншасын істеуге адамға мүмкіншілік болады. Ауыз жапқан уақыттан ауыз ашқан уақытқа шейін адамның жүрегіне қаншалық дәрежеде мүмкіншілігі барынша жақын болған амалдардың барлығын істеуге оған жағдайлар болады. Жүрегі соны талап етеді иншаллах. Және сол сияқты тозақтың есіктері жабылады дегені, яғни Аллах субханаху ва тағала тозаққа алып баратын амалдарды арам еткенін білдіргеніменен бірге одан сақтануға жеңілдік береді. Ол жеңілдік бергенінің жолы хадистің ар жағында келді, шайтандар кісенделінеді. Аллах субханаху ва тағала оған соншалық дәрежеде жақсылықтарды істеуге, жамандықтарды тастауға, жақсылықтарды істеп жаннатқа кіруге, жақсылықтарды істеп жаннатқа кіруге, жамандықтарды тастап тозақтан сақтануға үлкен жол. Ол не? Әдетте адамды азғыратын жолдан тайдыруға әрекет қылып жатқан шайтандарды кісендеп қояды. Бұл Аллах субханаху ва тағаладан болған үлкен жеңілдік. Осы да Рамазан айының Наби саллаллаху алейхи вассалам төбеде айтқан мұбарак ай дегеннің белгілерінің бірі. Сол үшін ол түнде не деді Наби саллаллаху алейхи вассалам? Бір түн бар, егер ол 1000 түннен жақсы. Сол түнді жақсылығынан құр қалған, бүткіл жақсылықтан құр қалды дейді. Болды сол айдың берекелігінен сол түн 1000 түннен абзал екендігі сөзсіз үлкен момынға жақсылыққа әрекет қылуына, сол түнді өткізіп қоймау қаншалық дәрежеде керек екенін біліп тұрып соған әрекет қылуға шақыру болып жатыр. Ибн Раджаб рахимахуллах осы хадисті зікір қылып айтады, бұл момынға үлкен қуаныш дейді. Наби саллаллаху алейхи уассалам Рамазан кіруіменен тура сахабаларды құттықтап жатқан сияқты. Сендерге осындай бір қуанышты берекелі күндер кіріп келді. Ибн Раджаб айтады, қалай жаннаттың есіктері ашылса, тозақтың есіктері жабылса, адамды азғыртатын шайтандар кісенделіп қойылса, бұндай жағдайда момын қалай қуанбайды дейді. Момынның жүрегіне қандай қуаныш кірмейді дейді. Одан басқа, бұл дәлел қылады, момын қуану керек бұл күндерге, түндерге. Ерекше бір әрекетпенен, қуанышпенен, жүректің шаттығымен кіріп келу керек бұл күндерге, түндерге. Және соменен бірге Аллах субханаху ва тағала бұл Рамазанның әрбір күнін және әрбір түнін өзіне жараса ерекше бір қасиетпен жаратып қойған. Сол қасиеттің егер күндізіне келетін болсақ, Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, ораза адамның ауыз жабылғаннан ауыз ашқанға шейін дуасы қабыл болатын екенін айтқан. Ауыз жапқаннан ауыз ашқанға шейін 3 адамның дуасы қайтарылмайды дейді. Солардың бірі ораза адам ауыз ашқанға шейін дейді. Бұл күнінде, түнінде Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтты, Аллах субханаху ва тағаланың
Бол оразаның түндерінде тозақтан азат ететін пенделері бар дейді. Сол азат ету әрбір түнде дейді. Сол азат ету әрбір түнде дейді. Бүгін оразаның 3-ші түнінде тұрмыз біз. 2 түніміз өтіп кетті. Ар жағында және бірнеше түндер бар, өтеді де кетеді. Бізге бір жылда бір рет келіп, тез күнде асығыспен кетіп қалатын, кетпе десеңде де күтпей кетіп қалатын үлкен бір қонақ, жомарттықпен келіп жатқан күндер мен түндер. Осы күндерді боспен өткізіп қоймайық тағы. Жақсылықта пайдалануға әрекет қылайық. Ол кім болсын? Ер кісі бола ма, әйел кісі бола ма, жұмыста жүрген адам бола ма, бос болған адам бола ма? Алхамдулилля. Әрбірі, иншалла, Аллахтың берген күш құдіретіменен осындай күндер, түндерді жақсылықта пайдалануға мүмкіншілігі өте бар. Әрбір адам. Үзір тапсаң, желеу тапсаң, желеу табуды әркімде қолынан келтіре береді. Amma әрекет қылып, жақсылықтан пайдаланамын деген адам жетеді иншалла. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам не деді? Аллах жағынан осы күндерде Аллах жағынан шағыратындар бар. Я бағиял хайри ақбил, я бағия шарри ақсир. Ей жақсылықты істеуші, жақсылықты істеуді қалап жүрген адам, міне жақсылықты істейтін кезің келді. Істеп ал қазір бұны. Ей жамандықты қалап жүрген адам, осындай түндерде, күндерде жамандықты істеуден ұял енді. Тоқта. Міне айды Аллах субханаху ва таала осындай бір керемет күндер, түндер берді. Осы түндерде егер өзіңді тәрбиелеп, жақсылыққа нәпсіңді үйретіп, ардайым жақсыны жақсы көретін, жаманды жаман деп көріп, біліп тастайтын қылып үйретуге, міне айды Аллах субханаху ва таала саған сый берді. Оны қабылдап дұрыс пайдалануға әрекет қылу керек. Кімде кім осы күндер, түндерге Аллах субханаху ва тааланың әміріменен жетіп келіп жатыр екен, Аллахқа шексіз шүкір ету керек. Себебі қанша адамдар осы біз жасап тұрған күндерге және түндерге жете алмай жатқандар бар. Осы Рамазанға жетсе де ақырына жете алмайтындар да қанша. Саған осы күндерді жеткізіп, осындай нәрселерді беріп жатыр ма? Шүкірлік қылу керек. Себебі ол үлкен жақсылық. Үлкен жақсылық дегенімізді Наби саллаллаху алейхи ва саллам басқа бір хадисте ерекше шарықтап баяндап айтады. Талхат ибн Убайдиллах радияллаху анху айтады, бір екі адам болды дейді имам Ахмад рахимахуллах мұснадында шығарған хадисте. Екі адам екеуі бірден исламға кірді дейді. Наби саллаллаху алейхи ва салламның алдына келіп тәлім алып жақсылықты үйренді. Бірақ біреуі екіншісінен көре әрекет күштірек еді дейді. Адамдар әртүрлі әрекетте. Біреуі күштірек әрекет қылады, біреуі азғантай анадан көре әлсіздеу болуы мүмкін. Бірі екіншісінен көре әрекеті күштірек еді дейді. Сол әрекеті күшті болғандығынан көбірек әрекет қылып, Аллах субханаху ва тааланың жолында шахид болып қайтыс болды дейді. Екіншісі олай емес. Өзіндегі бар ибадатпен шұғылданып, одан бір жыл кейін шахид болып емес, әшейін табиғи суретте қайтыс болды дейді. Мен түсте көрдім дейді. Біз үшеуміз тұрмыз дейді. Ана екеуі және мен. Жаннаттың есігі ашылып, іштен біреу бағанағы шахид болып қайтыс болған адамды емес, одан бір жыл кейін қайтыс болған адамды шақырды дейді. Бірінші құрметтеп. Одан кейін бағанағы адамды шақырды. Бірінші қайтыс болғанды. Содан кейін маған айтылды, сен қайта бер, сенің әлі мына жаққа кіретін кезің келген жоқ деді. Мен солсын ояндым да, адамдарға айтып едім, осы хабар Наби саллаллаху алейхи ва салламның құлағына жетіп келді дейді. Сахабалар таң қалған, мынандай бір керемет өлімде өлген адам артта қалып, одан кейінгі келген адам бірінші жаннатқа кіріп жатыр. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларға қарап, бұл нәрсенің несінен таң қаласыңдар дейді. Ол бір жыл жасады ма дейді. Иә, бір жыл жасады. Бір жылда қанша Аллахқа сәжде жасады ма дейді. Иә дейді. Бір жыл ораза ұстады ма ана ұстамаған оразаны.
Иә десе, бұл екеуінің арасындағы сауаптағы айырма аспан мен жердей дейді. Бұл екеуінің арасындағы Аллахтың алдындағы әжір бабындағы айырмасы аспан мен жердей дейді. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи уассалам айтады: сендердің іштеріңдегі жақсыларың өмірі ұзақ болып, жақсы амалда болған адамдар. Жамандарың өмірі ұзақ болып, жаман амалда болған адам. Себебі адам қаншалық Аллах осындай бір күнге жеткізіп жатыр ма, бұл Аллах субханаху ва тағаладан беріп жатқан саған неғмат. Сол күндер түндерден пайдаланып қал, кейінгі жылға жетесің бе, жоқ па? Осы күндер сені Аллахқа бағанаға айтқандай аспан мен жердей басқа біреулерден айырма дәрежеге жеткізетін қасиетті күндер. Бұл уақыттар әшейін бір ұйқыменен, немесе сөзбенен, немесе соған ұқсаған бәр жерде де табу мүмкін болған жағдаймен өтіп кетпесін. Аллах субханаху ва тағала бізге осы жерде тұрғанымыздан Аллах бізге мекеннің да, заманның да қасиетін жинап берді. Мекен болғанымыз Наби саллаллаху алейхи уассаламның қаласында 5 уақыт намаздарын Наби саллаллаху алейхи уассалам мешітінде оқуға Аллах тауфиқ беріп жатыр. Қанша миллиондаған адамдар бұл нәрсені армандап, кейбіреулері бар түстерінде де көреді осы нәрсені. Сенде бұлай өмірде көріп жатқан нәрсені армандап жете алмай жүрген бауырлар қанша, бүткіл әлемде, мұсылмандардың ішінде. Аллах сендерді осындай бір ойламаған жерден әшейін бір келіп кету сияқты болып кетпесін. Аллах осындай бір қымбатты күндерді, түндерді бізге осындай бір неғмат қылып берді ма, ол неғматтан біз дұрыстап пайдаланайық. Бұл тек қана осы жерде отырған адамдарға емес, бәлкім жалпы осы сөзді естіп жатқан әрбір мұсылман бұл түндерді жақсылықпен пайдаланып, Аллах субханаху ва тағалаға тәубесіне келіп, өткен жақсылықтары болатын болса, ол жақсылықтан көбірегін беруін, және өткен күндерінде істеген жамандықтары болатын болса, Аллахқа тәубе етіп, осындай бір күндер түндерде Аллах субханаху ва тағаланың мағфирасы, кешіруіне жолығуға әрекет қылу керек. Бағанаға хадисте айтылғандай, Аллах тозақтан азат ететін пенделердің бірі болып қалуға, тәубесінің ақиқатында істеу керек болған шарттарын орындап, өткен күнәларына өкініп, қайтпаймын деп бұл күнәға екінші реттен, егер біреудің ақысы болатын болса, біреуге тіл тигізген жері болатын болса, біреудің абыройына тіл тигізген жерлері болатын болса, осы күндер түндерде жағдайы болатын болса, кешірім сұрап, егер кешірім сұрауға жағдайы болмай жатса, сол адамдардың артынан көптеген дұғаларды қылып, Аллах субханаху ва тағаланың кешіріміне жетуге әрекет қылайық, бұл күндер түндер бекерден өтіп кетпесін. Аллаху алам.